радиодағы ақпаратты тыңдай отырып, екеуі ұқсастығы бар екеуінің. Өздеріне керек деген ақпаратты дәптерлерге түртіп алуға болады. Қазақтың танымал сәулетшілері. Заманауи архитектураның кімді болса да қызықтыратыны сөзсіз. Тәуелсіздік монументі, Ақорда резиденциясы, Қазақстан қонақ үйі тәрізді сәулет өнері туындылары халқымыздың мақтанышына айналған. Ал осындай зәулім ғимараттарда тұрғызуға күш салған сәулет өнері майталмандары жайында не білеміз? Қазақ сәулет өнерінің танымал тұлғаларының бірнешеуі туралы мәлімет бере кетейік. Шота Аман Уәлихан, Қазақстан мен шет мемлекеттерге танымал сәулетші, қоғам қайраткері, көптеген ғылыми танымдық еңбектердің авторы. Оның төл туындысы егемен еліміздің елтаңбасы Қазақстанды әлемге танытып келеді. Ақмырза Рүстембеков, Қазақстанның басты символына айналған Астана бәйтерек жобасының жетекшісі әрі идея авторы. Ол Алматы қаласындағы Силкуэй сауда орталығының Алматы мен Бішкек қалаларында